Сәлеметсіздерме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Ақмола облысында 3 адам тірідей өртке оранды. Қостанай Әулиекөл Сұрған автожолындағы Кавунлы ауылының тұсында үлкен көлік апаты болды. Сол сәтте Ақмола облысындағы Есіл ауданының полициясына жедел жәрдем диспетчерін автожолдың 244 шақырымында жол көлік оқиғасы болған туралы шақыру түскен деп жазды Айқын.кз. Қостанай облысының Октябрьский кентіне бара жатқан Audi 100 көлігінің артынан ВАЗ-210-14 автокөлігі соққан. Салдарынан Audi 100 көлігі қарсы жолаққа түсіп кетіп, Volvo жүк көлігімен бетпе-бет соқтығысқан. Содан соң көлік күйбетке аударылып отқа оранған. Audi 100 жүргізушісі оқиға орнында алған жарақаттарынан қайтыс болды. Ал сол көліктің жолаушылары әйел 3 айлық сәби және 5-ші сынып оқушысы өртеніп кетті делінген хабарламада. Қайтыс болған жолаушылардың жеке басы және оқиғаның мән-жайы анықталуда. Осы жағдай бойынша КК-ның 345 бабы 4 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.